Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен эмоция жайлы әңгімелескім келіп отыр. Эмоцияның қызметі, адамның өмірінде алатын орны және эмоцияны қалай эффективті, басқа адам бізден шошып кетпеу үшін, бізден алыстап кетпеу үшін қалай эффективті түрде жеткізу керек екендігі жайлы әңгімелескім келіп отыр. Жалпы қазақ қоғамында мен ойымша бұл тақырып өзекті, себебі бізге кішкентай кезімізден қой, ұят болады, жылама, ашуыңды көрсетпе, жаман атты боласың. Көп эмоцияларға табу бар, бірақ бұл эмоциялар ешқайда кетпейді, өзінің бізге жаңағы іште қалып қалған эмоциялар зардабын тигізеді. Ол жайлы мен толығырақ кейіннен айтқым келіп отыр. Алдымен мен эмоциялардың функциясы, қандай қызмет атқарады, сол жайлы айтқым келіп отыр. Осы қызметін айтқан кезде барлығы бізге түсінікті болады. Қызметтеріне тоқталатын болсақ, эмоция негізгі 3 қызмет атқарады. Біріншісі көрсеткіштік, реттегіш және коммуникативті. Көрсеткіштік қызмет дегеніміз не? Ол бағдаршамдық қызмет. Қазір толығырақ түсіндірем. Ол айналадағы болып жатқан оқиғаларға біздің ішкі денеміз, ішкі жан дүниеміздің кері байланысы. Яғни, жаңағы белгілі бір оқиға сіздің белгілі бір эмоцияңызды келтірді. Мысалы, ашу эмоциясын келтірді. Яғни, сіздің сол оқиғаға дегеніңіз қажеттілігіңіз. Ол сізді ашуландырады. Ол іс-әрекет сізге ұнамайды. Сол үшін оған білдіру керек. Бұл көрсеткіштік іс-әрекет. Тағы бір мысал. Мысалы, белгілі бір адам сізге ұнайды. Ол ұнату сезімі. Сіз сол адамның жанында болғыңыз келеді. Яғни, сізге жаңағы ұнату сезімі сол адамның жанына бар. Сол адамның жанында бол деп айтып тұрады. Сонымен қоса жек көру. Сізде жек көру сезімі пайда болады. Ол адамға жолама, ол адамнан алшақтайсыз, сізге бағдар көрсетіп тұр. Реттегіш, сізге көрсеткіштік қызмет атқарып тұр. Мысалы, белгілі бір адамның сізді құшақтағаны сізге ұнайды, яғни сізде құшақта деген сізге іс-әрекетке жаңағы бағдаршам, іс-әрекетке жаңағы бағдар көрсетіп тұр екен. Келесі ол реттегіштік қызмет. Реттегіштік қызмет дегеніміз не? Мысалы, сіздің ішіңізде агрессия, ашу пайда болды. Сіз эмоцияңызды сыртқа шығару арқылы денеңіздегі кернеу жеңілдеп қалды. Сіз жеңілдеп қалдыңыз. Мысалы, психосоматика деген бар, психологияда. Егер де белгілі эмоцияларды сіз шығармасаңыз, ішіңізде қалып қалса, ол ешқайда кетпейді. Ол ішіңізде қалады да әртүрлі ауруларға алып келеді екен. Мысалы, атақты психолог Луиза Хей естіген боларсыздар. Қателеспесем, әкесі ма, өгей әкесі ме бұрын оққан болатын. Сол өгей әкесіне деген реніші кезінде шықпаған болатын, қатты ренжіген. Содан кейін Луиза Хейде рак ауру пайда болып, өмір бақи сол ракпен күресіп келген болады. Мысалы, тағы да бір адамдарға ренжіп қалсаңыз, бір адам сізді ренжітті, жақын адамыңыз, бірақ сіз ол адамға еш нәрсені білдірмедіңіз. Сізде қандай ауру пайда болады? Сізде жаңағы тұмау басталады екен,
сол себепті ішіміздегі эмоцияларды шығару өте маңызды. Ол жайлы қазір сөйлесеміз. Келесі қызметі ол коммуникативті қызмет. Яғни эмоция бұл коммуникативті қызмет атқарады. Ол дегеніміз не? Жалпы біз қоршаған ортамен, адамдармен, өзіміздің ішкі эмоциямызбен бөліскен кезде біз оларға маңызды ақпарат береміз. Белгілі бір әрекеттерінің бізге ұнайтынын, белгілі бір әрекеттерінің ұнамайтынын біз оларға білдіреміз. Жаңағы эмоция ақпараты арқылы олар бізді тани бастайды. Яғни басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас ұстауға, олармен жақындауға көмектесетін осы эмоциялар. Егер де сізде жақын қарым-қатынас болмаса, немесе жақын қарым-қатынас басқа адамдармен құрай алмасаңыз, сізде жаңағы эмоцияны білдіруде белгілі бір проблемаларыңыз бар деген сөз. Яғни жаңағы эмоция басқа адамдармен бізді жақындатады. Келесі ол эмоцияларымызды қалай дұрыс басқа адамдарға көрсету керек екендігіне тоқталайық. Жаңа мен айттым, эмоцияларды көрсету өте маңызды. Ол біріншісі сіздің денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді, екіншісі басқа адамдарға ақпарат береді. Бірақ та сіз мысалы басқа адамның іс-әрекеті сізге ұнамады, сіз ашуландыңыз. Сіз ашуыңызды бәрін айғайлап ол адамға шығарып тастасаңыз, ол адам керісінше сізден алыстайды ғой, шошып кетеді сізден. Мынау жынды ма дейді. Сол үшін эмоциялардың дұрыс беру техникасына тоқталайық. Жаңағы сіз қатты айғайлағаныңыз, ашуды шығарғаныңыз, ол 10 балдық шкаламен 10 деге, 10. Және олай болмайды 10 балмен. Себебі ол адамды шошытып аласыз, керісінше. 0 қойсаңыз, ол да болмайды, өзіңізге кері әсерін тигізеді, жаңағы аурулар пайда болады, Құдай сақтасын. Немесе ол адам білмей қалады, сізге ұнамағанын. Жәнеге 0 да 10-ға да қоймай, ортасына қойыңыз. Яғни сіз эмоцияңызды кішкене шығарыңыз, өзге трансформация жасауға тырысыңыз. Мысалы, сенің мына әрекетін маған ұнаған жоқ деп тоныңызды кішкене көтеріп. Ұнаған жоқ. Ал енді басынан бастап бір-бірден эмоцияларды эффективті түрде екінші адамға берілу белестеріне тоқталайық. Бірінші белес ол белгілі бір адам сізге іс-әрекет жасады, сіз өзіңізді тыңдай бастаңыз. Мен қазір қандай эмоция сезініп тұрмын? Ашу ма, қуаныш па, жек көрініш па? Сканерлеңіз жаңағы эмоцияңызды. Содан кейін өзіңіздің эмоцияңызға атау беріңіз. Қандай эмоция? Екіншіден, сол эмоцияңызды сөзге трансформация жасаңыз. Ал қалай жасаймыз трансформация? Сіз ол адамды кінәлаудан аулақ болыңыз. Әсіресе мынандай сөздерден: сен әрқашан маған сөйтесің, сен неге өйттің, сенің кесірінен мен былай болып қалдым деген сияқты. Ол адамды кінәлаудан алшақтаңыз. Керісінше өзіңіздің сол адамның іс-әрекетіне қандай эмоция сезініп тұрсыз? Өзіңіздің эмоцияңызды айтыңыз. Жаңағы айттық, бір адамның іс-әрекеті сізге ұнамады. Осы мысалды тағалайық. Білесің бе, Амина, сен осылай іс-әрекет жасағанда мен өзімді маған ұнаған жоқ, өзімді жаман сезіндім, мен ауыр болды маған сенің бұлай істегенін, мен жүрегімді жаралады бұл сөздерін. Сіздің эмоцияңызды айтыңыз. Келесі қадам, сіз өзіңіздің сұрауыңызды айтыңыз.
Амина, білесің ба, келесі жолы бұлай айтпауыңды сұраймын. Жаңағы өзіңіздің қалауыңызды сұрадыңыз. Бұлай осындай қадам сізге не береді? Жаңағы оған кінәлаудан алақ болып, эмоцияңызбен бөліскен сізге не береді? Біріншіден, ол адамға сіздің эмоцияңызды түсінуге мүмкіндік береді. Екеулеріңізді жақындатады. Сол үшін бұл методика, эмоцияңызды білдірудің техникасы өте пайдалы, өте эффективті. Ал енді бір рет қайталап алайық, эмоцияның эффективті екінші адамға берілу қадамдарын. Ең бірінші жазып алыңыздар. Эмоцияңызды айқындаңыз, қандай эмоция. Екіншіден, сөзге трансформация жасау керек, кінәлаудан аулақ болу керек, және айта бастайсыз. Адамның атын немесе айтпасаңыз да болады. Сенің осындай іс-әрекетің мені жаралады, маған ауыр тиді. Өзіңіздің сезіміңізді айтасыз. Екіншіден, сұрауыңызды, талабыңызды, маған бұлай ұнамайды, келесі жолы бұлай сөйлеуіңді сұраймын, немесе бұлай сөйлемеуіңді сұраймын деген сияқты. Түсінікті. Ал енді кішкене батыс менталитетіне шолу жасайық. Бір шолу. Әрине, батыс менталитеті мен қазақтың менталитетін салыстыруға келмейді. Дегенмен үйренетіндеріміз өте көп. Үйренбейтін нәрсеміз де көп, Мысалы, американдық сериалдарды, телешоуларды көре бастасаңыз, олар бір тренингтан өткен сияқты. Мән беріңізші фильмдеріне, жаңағы телешоуларына, реалити шоуларына көп өздерінің сезімдерін айтады. Мен бұлай сезінемін. Тіпті кішкентай балалар, оларда сезімдерін айта бастайды. Мен сені жақсы көремін, бұл маған ұнамайды, бұл мені ренжітті деген сияқты. Кішкентай кезінен оларда сезімді жеткізу тенденциясы бар. Оларда сезім өте маңызды. Себебі олар біледі. Жаңағы қарым-қатынаста ол сезімдердің, эмоциялардың маңызды рөл атқаратындығын, жаңағы сезім шықпай қалса, біздің денемізге түрлі ауруларды алып келетін, денемізге зақым келтіретіндігін барлығын олар түсінеді. Психологтар олар жиі барады. Олар психологтармен сөйлеседі. Сол себепті оларда эмоциясын білдіру тенденциясы бар, өте жоғары. Ал бізде, мен ойымша, қазақтарда көбінесе жаңағы отбасыларда тіпті мен сені жақсы көремін деп айта алмайды. Құшақтай алмайды көбінесе совет үкіметінен кейінгі отбасыларда әсіресе. Мен барлығын айтпаймын, бірақ жаңағы біздің ата-аналарымыздың заманында сондай тенденция бар. Енді қорытынды ретінде айтарым, эмоцияның жақсы жаманы болмайды. Эмоция ол біздің бағдаршамымыз, біздің бағдарымыз. Аллах тағала, Құдай тағала эмоцияны бекерден жаратқан жоқ қой, оның белгілі бір қызметі бар. Сол себепті өзіміздің эмоциямызды қабылдайық. Егер де өзіміздің эмоцияларымызды қабылдасақ, біз өзімізді де қабылдаймыз деген сөз. Тағы бір кеңес, эмоцияларыңызды қабылдай бастаған кезде сіздің де самооценкаңыз, жаңағы өзіңізді бағалауыңызды жоғарылайды. Сіз өзіңізді қабылдай бастайсыз сол кезде. Эмоциялар жақсы, жаман деп адамдар бөліп жатады ғой. Жақсы, жаман жоқ, тағы да қайталап айтамын. Барлық эмоциялар біздің достарымыз, біздің көмекшілеріміз. Сол себепті эмоцияларымызды жақсы көрейік, жақындарымызға білдірейік. Себебі ол өте маңызды.
қош сау болыңыздар. Егер де менің видеом сізге пайдалы болса, ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Немесе жалпы психология бойынша сұрақтарыңыз болса, осы видео жайлы сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде сауалдарыңызды қоюыңызға болады. Қош сау болыңыздар.